Ассалаумағалейкум достар, сенің бірге Ержан. Бүгін әнімнің Бала Батырдың арасында бір видео салғым келіп отыр. Себебі бүгін пятница, жұма, қалай екі комната алуға болатынын көрсететін боламын. Оны бүгін істеу керектігін білесің шығарсыңдар, барлықтарың. Себебі суббота жасау керек осы тәсілді, сол кезде сенде екі комната болады. Біріншіден достар, бұл видеоны өзімнің де арнама салғам, көрген шығарсыңдар деп ойлаймын. Көрмегендерге тағы да сол Бала Батырдың әнімнің арнасына салғым келіп отыр, түсіндіргім келіп. Мынау менің гильдиям, мысалы 49 адам бар. Мысалы былай достар, біріншіден екі әшейін бір гильдия ашу керек. Ладно, сендерде өздеріңде основной гильдия болса, и тағы да бір леви бір гильдия керек. Оны жасау үшін леви бір гильдия керек. И оны дамытасыңдар. Леви аккаунттар ашып қоясыңдар да. Бір керек емес бір аккаунттар болады. Өздерің қателеспейтін аккаунттар болады. И пятница күні 1800 жетон гильдия жинайсыңдар. Қараңдар, дәл осылай ашып қоясыңдар барлығына. Екі адам аптасы жасай алады бұны достар. Екі адам. Сонда екі адам аптасына өздерің ойлаңдар 100 комната табасыңдар. 100 комната. Это минимум. Бұны қалған екі адам қалай 1800 жинаймыз десеңдер достар, автокликер арқылы жасауға болады. Автокликер ол жайлы өзімнің ерке кезет арнамда салған болатынмын. Автокликер қалай жұмыс істейтін жайлы сол жақтан толық көре аласыңдар. Мысалы бірінші основной гильдиядан аласыңдар ғой комната, и суббота болады. Суббота сендер комнатаны офицерлерің немесе главаларың, лидерлерің алады, забрать. И екінші каналдан, екінші анандай гильдиядан забрайтты баспау керек та. Ол жақта екі игрок тұрады ғой, бірақ забрайтты баспау тұру керек. Мына основнойдағыны алып аласында, основнойдағы барлық игроктарды екінші гильдияңа өткізесің. Екінші гильдияңа өткізген соң, и сосын барып забрайтты басасын. Бірақ біріншіден кіріп алу керек ана жаққа, себебі анандай да. 24 сағаттан кедергі болып қалады, сол себепті алдын ала 2-3 күн алдын кіріп қою керек та ана жаққа бірден. Түсінер ма? Основной гильдиядан сөйтіп солай кіресің. Егер сендерде екінші гильдия жоқ болса, бір басқа да бір таныстарыңның бір любой бір группаларда тұрады ғой. Мына бір гильдия болып жатыр, ана мынау деп сол жаққа кіріп кетуге болады достар. Ең бастысы солай қарапайым ғана тәсіл. Екі гильдия алып, и ол жақтан забрайтты баспау керек та, сол кезде аптасына сенде екеу болады. Міне, любой біріне кіресің, сол жақтан олар суббота болады, бірақ олар забрайтты баспау керек. Пока что сен кірем дегенше. И все аптасына екі анандайдан 50 адам деп есептесек 100 комната болады. Турнир смело өткізіп ақша табу бері ғой. Комнаталарды 50 теңгеден сатады, анау мынау білесіңдер ғой өздеріңде. Дәл осындай хитрый әдістер скоро тағы да халяваларды шығаратын боламыз. Бірден айтайын, бұл видео менікі емес, әнімдікі де емес, бұл жай ғана лайфхак ретінде қазақша аудардық. Оған ұрысы боқтаудың керек емес, что қазақша аударып беріп отырдым. Бар болғаны сол, және де әнімнің арнасына салдым. Дәл осындай лайфхак арқылы сендер комната жинай аласыңдар. Сол қарапайым ғана тәсіл. Кім түсінбеді, комментария жазып кетіңдер, мен қуана жауап беретін боламын. Барлықтарыңа рахмет. Скоро барлығы стрим болады, себебі бізде интернет жай слабый болып жатыр. Колокольчик басып кетейік, лайк басып кетейік. Дәл осындай видео бүгін болды. Барлықтарыңа рахмет. Сендермен бірге ерке кезет.